біздің каналға жазылушылар. Соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. Шығыс Қазақстан облысының Қатон-Қарағай ауданы Қалбырға ауылында өз үйінде әкесі мен ұлының мәйіті табылды. 59 және 29 жастағы екі ер адам денесі 17 желтоқсанда табылды. Алдын ала болжам бойынша әкесі ұлын аңшы мылтығымен атқан. Салдарынан ұлы оқиға орнында қайтыс болған. Содан кейін өз-өзіне қол жұмсаған. Әйелі мен баласын соққыға жыққан ер адам өзіне қол салды. Ақмола облысы Есіл ауданында 60 жастағы ер адам әйелі мен баласын соққыға жығып, соңынан өзіне оқ атып көз жұмды. Сол күні марқұм жұбайының басын жарақаттаған. Анасын арашаламақ болған 20 жастағы ұлына да дене жарақатын салған. Оқиға туралы полиция көршісі хабарлады. Полиция қызметкерлері келгенге дейін ер адам өз-өзіне қол жұмсап, басына оқ атқан. Тергеп-тексеру барысында аңшылық мылтықтың ішкі істер органдарында тіркелгені анықталды. Жұбайының айтуынша, оқиға болған күні күйеуінің арасында ешқандай жанжал болған жоқ. Қазіргі уақытта қылмыстық істі тергеу жүргізіліп жатыр. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.